Сәлеметсіздер ме, құрметті АКФ кәсіпкерлері, координаторлары. Ә, Қазір біз басқа кәсіпкерлердің қосылуын күтудеміз. Және де 1-2 минутта біз кездесуімізді бастаймыз. Ә, Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіргіміз келіп тұр. Біріншіден, екіншіден, жалпы бүгінгі кездесу сіздерге өте пайдалы болады деген үміттеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, бізде комментарийларда өзіңіздің сұрақтарыңызды жаза аласыздар. Және де осы кездесудің соңында біз осы сұрақтарды маманға оқып, бізде Әйгерім ханым жауап беретін болады. Енді жалпы бүгінгі кездесуіміз бойынша айтып өтейін. Біріншіден, барлығыңыз қош келдіңіздер. Менің есімім Арай, мен соңғы бірнеше айда осы АКФ-тің координаторы ретінде жұмыс істеп келемін, және де көпшілігіңіздің сұранысыңызбен бізде осы несие тарихы бойынша және оны түзету бойынша және жалпы қара тізім деген не деген сияқты сұрақтар туындаған болатын. Және осы сұрақтарға жауапты ең сол саланың мамандарынан алу үшін біз бүгінгі кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Біздің кездесуіміз шамамен 1 сағаттық уақытқа жоспарланған. Егер өте көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңыздың бәрін чатта, YouTube каналымызда чатта күтеміз. Сол чатқа немесе зумда егер комментарий бөліміне қоямын десеңіздер, сонда қойсаңыздар болады. Ал енді жалпы бүгінгі маман туралы қысқаша таныстырып өтейін. Бүгін бізбен керемет сұлу ханым Абдыразақ Әйгерім Талғатқызы, бірінші кредиттік бюроның Consumers Care Specialist, яғни өздерінің клиенттеріне деген жаңағы жылы лебізін білдіретін мамандардың бірі. Енді мен микрофонымды сөндіріп, сөз кезегін Әйгерім ханымға беремін. Әйгерім ханым. Рахмет үлкен сізге. Құрметті қатысушылар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер деймін. Бүгін біз несиелік тарихтың қалыптасу жолын, оған кері әсер беретін себептерді және оны қалай бақылап, жақсартуға болатын жолдарын қарастырамыз. Бүгінгі біздегі көкейдегі тақырыптар осы. Жалпы несие тарихымыз не? Несие тарихы ол сіздің барлық несиелеріңіз туралы, сондай-ақ оларды қалай өтейтініңіз туралы құжат. Егер де сіз мысалға бір келісім шарт бойынша кепілгер немесе кепіл беруші, немесе ортақ міндеттемесі бар үлестес қарызгер болсаңыз, орысшалай айтқанда созаемщик дейді ғой, ол жайлы ақпарат және несие тарихындағы ақпарат барлығыңызға ортақ болады. Яғни сіз немесе сіздің кепілгеріңіз, кепілгер болсаңыз, несие тарихында кешіктірулер болса, ол кісінің де несие тарихында барлық кешіктіру күндері сақталып көрінетін болады. Жалпы несие тарихы не үшін қажет? Бұл ең алдымен болашақта несие алу мүмкіндігі үшін өте үлкен құрал. Несие тарихы әрдайым маңызды рөл атқарады. Себебі жақсы несие тарихыңыз бар қарыз алушылар кез келген дерлік банктерден немесе несиелік мекемелерден несие ала алады. Өйткені жақсы несие тарихы банкке соманың 300-іне қайтарылатынына, сондай-ақ кешіктірулер мен басқа да жағымсыз жағдайлар болмауына кепіл береді. Сонымен қатар қолайлы несие шарттары үлкен несие сомасы және ұзақ мерзімге ұсынылу мүмкіндігі жоғарырақ болады. Бұл әрине банктер теріс ақпарат бар қарыз алушыға да несие бере алады. Бірақ бұл жағдайда несие сомасы аз, немесе өтеу мерзімдері айтарлықтай қысқа, ал пайыздық мөлшерлемелері әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Несие тарихына несиеден бөлек қосымша дерек көздерден алынған ақпараттар да көрсетілген. Яғни сізде мысалға салық бойынша берешек, немесе әкімшілік айыппұл деген секілді тағы да басқа бір қарыздар, берешектер болатын болса,
бұл кезде несие беруші ұйым несие беруден бас тартуы да мүмкін. Жалпы несие тарихында несие тарихы ақпарат, ешқандай ақпарат жойылмайды. Бұл несие тарихы субъектісінің несие тарихы бойынша соңғы ақпарат алынған күннен бастап 5 жыл бойы сақталады. Атап өтсек, несие тарихындағы мұндай деректер бірінші кредиттік бюроның дерек қорында жойылмайды, қайталап айта кетейін. Және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңға сәйкес ақпаратты сақтау тәртібі мен мерзімі айқындалады. Мұндай ақпарат сақтаудың бір максималды мерзімін немесе кредиттік бюроның жою міндеттемесі шектелмеген. Сондықтан да біз әрдайым ақпаратты сақтаймыз. Алайда несие тарихын ұзақ мерзімді ретроспективада қарастыру және соңғы уақытта кешіктірулерге жол берген, бірақ бұрын оң несие тарихы бар қарыз алушылардың құқықтарына нұқсан келтірмеу үшін несие тарихы субъектісінің арнайы келісімі негізінде несие тарихын қалыптастыру барлық кезеңде ақпарат беруге болады. Осыған орай, бірінші кредиттік бюрода сіз несиелік есептің екі түрін ала аласыз. Бұл дербес несиелік есеп, немесе корпоративті несиелік есеп, және осы несептің толық нұсқасы. Екеуінің айырмашылығы неде? Дербес немесе корпоративті несиелік есептерде соңғы 5 жылдағы несиелер жайлы, несие тарихы жайлы ақпаратты қамтиды. Ал толық несиелік есептерде өздеріңіз аты айтып отқандай, барлық кезеңдегі несие тарихы бойынша ақпараты көрсетіледі. Және оның өтеу жолдарын, бағалары, жалпы жылына бір рет алу тегін, дербес несиелік есепті қайта алу, ол жеке тұлғаларға арналған, қайта алу 400 теңге, ал заңды тұлғалардың корпоративтік несиелік есебі қайта алуы 800 теңге құны. Мына жерде экранда бізде несие тарихын қайдан алуға болатын жолдар көрсетілген. Дербес және корпоративтік несиелік есептер, бірақ ең оңай және 24/7 ала алатын жолдарыңыздың бірі ол әрине біздің сайт немесе біздің мобильді қосымша. Заңды тұлға болса, ол компанияның электронды цифрлық қолтаңбасымен біздің сайттан алуға болады. Есеп 15 минуттың ішінде максимум, осы уақытта ғана қалыптасады. Ал жеке тұлға үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Біздің мобильді қосымшаны жүктеп алсаңыз, сонда ала беруіңізге болады. Биометрияны өтіп, арғарай ала берсеңіз болады. Жалпы несие тарихы бойынша қысқаша айта өткім келеді. Ақпаратты жаңарту жайлы мәліметті ақпаратты берушілер, банктер және басқа да кредиттік ұйымдар, кредиттік бюроға қарыз берілген сәттен бастап бір тәулік ішінде ақпаратты жіберуге міндетті. Мысалға, сіз бүгін несие алған болсаңыз, сол ақпарат 24 тәуліктің ішінде несие тарихыңызда көрсетілетін болады. Жалпы осы ақпараттық беруші мекемелер субъектінің несие тарихына қатысты кез келген мәліметтерді, сонымен қатар несие бойынша орын алған кез келген өзгерістерді 10 жұмыс күннің ішінде жаңарту қажет, ал коллектор компаниялар 30 күнде бір рет кредиттік бюроны хабардар етуге міндетті. Егер де сіз жақын арада бір тендерға қатысып немесе несие алғыңыз келетін болса, осы ақпаратты міндетті түрде ескеруіңіз қажет. Сіз мысалға бүгін несиені жапсаңыз, сол ақпарат несие тарихында 10 жұмыс күннің ішінде көрінетін болады. Осыны міндетті түрде келесі несие алатында ескергеніңіз абзал. Жалпы қай кезде несиелік есепті алу керек? Заңды тұлғаларға мысалға тендерге қатысу үшін, қолданыста қарыз болған жағдайда несие ақпараттың дұрыс болған қадағалау үшін, несиелік беделіңізді бақылау үшін. Мысалға, сізде белгілі бір күні
жаңағындай тендер ойнатылатын болса, немесе тағы да бір қосымша мемлекеттік бағдарламалар басталатын болса, сіз сол күнге орай мына жаңағы ақпаратты жаңартылу күнін ескере отырып бұрынғы қарыздарыңызды жауып, немесе осылай жасағаныңыз дұрысырақ болады. Жалпы сізде кредиттік бюрода мына несиелік тарихқа теріс ақ- так, кері әсер ететін факторлар бар. Ол әрине несие бойынша төлемді төлемеу, өте көп кешіктірулер жасау, иә, мына үздіксіз кешіктірулер болады, кейде болады адамдар мысалы жылдап төлемейтін болады, оның барлығы кері әсер береді. Мысалға жаңағы несиенің көптігі, егер сізде ағымда көп несиеңіз болса, ол кезде де несие беруші ұйымдар сізге несие беруден бас тартуы мүмкін. Сондай-ақ қысқа мерзімді уақытта егер сіз көп сұраныс жасайтын болсаңыз, мысалға бір банктен немесе бір ұйымнан бас тартылса несие беруден, сіз сол аралықты тағы да 10 шақты 15 шақты мекемеге жолға беретін болсаңыз, ондай кезде де сізде несие беруден бас тартылуы мүмкін. Жалпы атап өткенде, қара тізім деген бұл ресми түрде бір қара тізім деген бұл қалай айтсам сізге, банктер сізге қара тізімдесіз деген жауабы, ол сіздің осыған дейін несиелер бойынша кешіктірулер жасаған үшін, төлем мерзімін ұзартып алған үшін, банк тілінде олар солай сізге айтады, қара тізімдесіз дейді. Бірақ жалпы кредиттік бюрода ешқандай қара тізім деген жоқ. Ол жай ғана жаңағы кезінде көп кешіктірулер болған несие тарихындағы сол ақпаратқа байланысты айтылады. Бұл жерде ескере өтетін жай, несиені беру туралы шешімді тек сіз өтініш берген мекеме қабылдайды. Бұл жерде кредиттік бюро тарапынан сіздің жаңағы несие тарихыңызды алып тексереді, ары қарай өздерінің шешімін қабылдайтын болады. Әрине, егер сіздің несие тарихыңыз нашар болса, оның бір жақсарту жолы ғана бар, ол жаңадан несие тарихын қалыптастыру. Яғни аз мөлшердегі мысалы несиені алып, уақытылы жауып, солай несие тарихыңызды жақсартып, одан да үлкенірек суммадағы немесе мысалға ипотекалық, иә, болмаса жаңағы бизнесіңізге сондай үлкен суммадағы несиені қарастырып көрсеңіз де болады. Сосын мына слайдта сіздерге кішкене айтып өте кетейін, мына қате ақпаратты даулау деген, егер сіздің несиелік тарихыңызда қандай да бір қате ақпарат болса, мысалға сізде кезінде 10 күн кешіктіру болған болса, ал несие тарихыңызда сол 10 емес, бір техникалық жағдайларға байланысты 10 емес 100 күн деп беріліп кеткен болса, сіз онда арыз жіберсеңіз болады. Біздің мекеме арқылы, не болмаса тікелей несие беруші ұйымға. Сонда ақпаратыңызға тексеріледі, тиісті өзгерістер енгізілген соң, сізге кредиттік бюро жаңа несие тарихын қалыптастырып береді. Сонда сіз тексеріп көрсеңіз де болады. Айханым, кешіресіз, сұрақтар болса егер. Жақсы, рахмет үлкен. Енді мен бір сұрақтардан қойып шығайын. Одан кейін жалпы сізде егер өз тәжірибеңізден кейстер болса да, солар бойынша мысал ретінде түсіндірсеңіз жақсы болар еді. Өйткені бізде көптеген кәсіпкерлер қатысып отыр, және кәсіпкерлерге жаңағы техникалық тілге қарағанда мысал тілінде айтса, онда өте ыңғайлы болады деген ойдамын. Жалпы бірінші сұрақ ол рейтинг жүргізіледі ме, жүргізілген жағдайда, кредиттік рейтинг жүргізіледі ме, жүргізілген жағдайда оны қалай жүргізіледі және қалай көтерсе болады деп жазыпты.
Сұрағыңызға рахмет. Кредиттік рейтинг ол жалпы сізді мына банктар алдында, несие беруші ұйымдар алдында өзіңіздің қаншалықты несие беруге болатынын көрсетілетін рейтинг деп айтсақ болады. Яғни сол орыс тілінде айтқанда ваш балл привлекательности перед кредитором, сізді Мгм. банктер рейтингіңізді көріп қаншалықты сізге несие беруге дайын, соны көрсетеді. Бірақ атап өтсек, бұл кредиттік рейтинг тек сіз үшін ғана, оны банктер көрмейді. Себебі банктердің өздерінің скорингтік көрсеткіштері болады. Біз сол скорингтік модельге қарап өзіміздің мысал ретіндегі жасалынған рейтингті ұсынамыз. Оны сіз мысалға рейтингіңіз мысалы 600 деп көрсетіп тұрса, немесе 500 деп көрсетіп тұрса, ол сізге міндетті түрде банк береді немесе бермейді деген сөзді білдірмейді. Жай ғана мысал ретіндегі балл. Бірақ соңғы шешімді әрине банк өзі қабылдайды. Оны Мгм. былай мысал ретінде қарастырсаңыз болады. Бізде қазіргі таңда бұл жалпы рейтинг мәселесі өте кең таралған мәселе болды. Жеке тұлғалардың арасында көбісі TikTok желісінде болсын, әлеуметтік желілерде арыз жазып, осылай көтеріп алсаңыз болады деп айтып жатады, бірақ ол кішкене қате ұғым. Сіз бір арыз жазып, олай несиелік рейтингіңізді көтере алмайсыз. Ол рейтингті көтеру үшін белгілі бір мерзім, белгілі бір уақыт керек болады. Біріншіден, ол міндетті түрде қазіргі таңда бір ағымдағы бір төленбеген несиелеріңіз болса, оны міндетті түрде жауып тастау керек. Несиелік қарыздарыңыз, келісім шарттар көп болса, олардың санын азайту керек. Сондай қадамдармен белгілі бір уақыт өте келе, солай ғана несиелік рейтингті көтеруге болады. Мгм. Жақсы. Тағы бір сұрақ бар. Ол осы қара тізім деген жалпы түсінікке байланысты. Яғни сіздің түсіндіргеніңіз бойынша жалпы негізінде қара тізім деген тізім негізінде жоқ, ол жүргізілмейді. Жүргізілмейді. Бірақ жалпы халықтың арасында осындай қара тізімге түстің деген қорқытулар жүріп жатады. Сол қара тізімнен шығу үшін қандай қадамдар бар екенін тағы бір рет, бірақ қарапайым бір мысалдар ретінде, бір мүмкін сіздің тәжірибеңізде болған кәсіпкерлердің мысалында түсіндіріп шықсаңыз, сол жері жақсы болатын еді. Сұрағыңызға рахмет. Қара тізім деп ол жалпы тілде араларда мысалға көп айтылады, қара тізімдесіз деген ұғым, бірақ бұл жерде ешқандай қара тізім жоқ. Несие тарихы ондай түске боялмайды. Сізге ешкім несие беруден біз кредиттік бюро шектеу қоя алмаймыз. Себебі шешімді банк қабылдайды. Және де бұл арада банкке сіздің кезінде кешіктіріп төленген несиеңіз қай уақытта болды, яғни мерзімі де маңызды. Мысалға, сіз жақын арада несиені ұзақ мерзімге кешіктірдіңіз делік, 90 күнге. Не болмаса ол 3 жыл бұрынғы немесе 5 жыл бұрынғы кешіктіріп төленген несие болса, бұл жерде банк екі түрлі жағдайда қарастырады. Яғни кейбір несие берушілерге сіздің несие тарихыңыздың соңғы 3 айда қалай төлегеніңіз маңызды болуы мүмкін, немесе соңғы 3 жылда қалай төледіңіз, немесе соңғы 5 жылда деген секілді. Яғни сізде кешіктіру болғаннан кейін толығымен өтеп болу керексіз қарызды. Одан кейін сізге мысалға бірдестен үлкен суммада несие шықпауы мүмкін. Ол үшін сіз не істейсіз? Аз мөлшердегі несиені алып, уақытылы жауып, кішкене солай жасайсыз белгілі бір уақытта, өзін
мысалға 1 жыл ішінде болмаса 2 жыл ішінде солай өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді кредиторға, несие берушіге солай солай көрсетуіңіз қажет. Сонда несие беруші ұйым көреді сіздің. Иә, кезінде болған екен жаңағы кешіктірулер, бірақ одан кейін барлық несиесін уақытылы төлеген екен деп уже үлкен мөлшердегі несиені алу мүмкіндігі уже көбейеді. Мгм. Жақсы, рахмет. Одан кейін жалпы мысалға біз бірінші кредиттік бюро бар екенін білеміз және банктар бар екенін білеміз, иә. Осы орайда қара тізімнің болуы немесе болмауы деген сияқты жаңағындай кредиттік тарихы бойынша шешім қабылдау ол көбінесе бірінші кредиттік бюро тарапынан орындалады ма, әлде банктың тарапынан орындалады ма? Және ол мысалы шешім қабылдау жағынан әр банктің ішкі ақпараты сыртта бір жерде жазылады ма, жазылмайды ма, оны қайдан білуге болады? Сол бойынша ақпаратпен бөлісе алсаңыз. Әрине, былай жалпы тілде айтқанда, ол қаражат банктікі. Яғни банк өзі шешім қабылдайды. Бірақ қандай факторлар ескеріледі? Несие тариф бұл тек бір ғана фактор. Банктер тек несие тарифыңызға ғана қарамайды. Олар жаңағы сіздің официальный доход деп айтамыз ғой. Сол қаншалықты сіздің төлем қабілеттілігіңіз бар, жаңағы айлық көрсеткішіңіз, пенсионный отчисление деп айтады ғой. Сол секілді басқа да параметрлерге қарап, ескере отырып, соның барлығын жинақтап, содан кейін шешім қабылдайды. Бірақ оны несие беруші ұйым қабылдайды, кредиттік бюро емес. Кредиттік бюродан олар тек сіздің жаңағы несие тарихыңыз және де қосымша мысалға ақпараттар, иә, басқа да қосымша деректерден алынған ақпараттарды ескере отырып, банк өз шешімін қабылдайды бұл жерде. Жақсы, рахмет. Сосын соңғы көрсетілген осы ақпаратты даулау бойынша мысал ретінде өзіңіздің жаңағы жұмыс тәжірибеңізде болған кейспен бөлісе аласыз ба? Мысалға, осындай жағдайда дау туындады, ол үшін клиент мынандай әрекеттер істеді және де соңында осындай нәтижеге жетті деген сияқты нақты бір кейс бойынша мысал айтсаңыз. Ақпаратты даулау қызметі бұл жалпы біздің осы кредиттік бюро заңына сәйкес бекітілген қызмет. Кредиттік бюро, яғни сіздің несиелік тарихыңызда қандай да бір қате ақпарат болса, яғни кредиттік бюро біз жалпы жылына кем дегенде 2 рет несие тарихыңызды тексеруге кеңес береміз. Себебі кейде банк тарапынан техникалық жағдайларға байланысты қандай да бір қателер болуы мүмкін. Ол әрине күнделікті емес, бірақ кейде ол енді жаңағы сондай бір факторларға байланысты болуы мүмкін. Сол себепті несие тарихыңызды міндетті түрде тексеріп тұру керек. Одан кейін қандай да бір теріс ақпарат болған болса, осы қызметті қолдана аласыздар. Бізге күнделікті осы ақпарат даулау мәселесімен күнделікті көптеген жаңағы жеке тұлғалар, заңды тұлғалар әрқайсысы жолығады, әрқайсысының өзінің жаңағы бөлек тарихы бар. Мысал ретінде айта кетсек, бір кісі жаңағы несие тарихын алып тексергенде несиесі жабылмаған болып шықты. Ол шын мәнінде жарты жыл бұрын жаптым, әлі де жабылмай тұр деп жаңағы бізге келді. Сонда біз жаңағы осы қызметті қолдануға кеңес бердік оған. Сол кезде ол кісі біз арқылы жаңағы ақпаратты берушіге арыз жазған болатын. Біз сол арызды сол мекемеге жібердік. Ол мекеме тексере отырып, өзінің жаңағы базасында техникалық бір сондай нелер болған екен. Қателер соған байланысты несиесі жабылмаған болып шықты. Бірақ банк тарапынан сол ақпарат жаңағы өзгертіліп, яғни жабылған несиелер қатарына өзгертіліп,
ауыстырылып, содан кейін банк бізге жауап берді. Біз сол жауапты алғаннан кейін міндетті түрде ол бізге жолыққан тұлғаның несие тарихын жаңадан қалыптастырамыз, өзіміз де тексереміз біздің тарапынан. Содан кейін жаңағы банк тарапынан жабылған өзіміздің көзіміз жетті. Содан кейін біз жаңадан қалыптасқан несиелік тарихты және банк жауабын осы тұлғаға қайта жолдадық. Содан кейін несие тарихындағы ақпарат түзетіліп, дұрыс болып, ол кісі басқа несие алуға жаңағыдай әрекеттер жасады. Жақсы, рахмет. Енді тағы сұрақтарға көшетін болсақ, жалпы кредиттік бюро бұл жерде адамдар туралы ақпаратты жинап отыр. Сол ақпаратты жинағанда олар ол ақпаратты қалай жинап жатқаны бойынша түсіндіріп шықсаңыз, яғни бірінші кредиттік бюроның жалпы жұмысы нені қамтиды және олар клиенттермен қалай жұмыс істейді, олардың клиенттері жеке тұлға ма әлде банктер ғана ма, және де жеке тұлғалар үшін қандай мүмкіндіктер бар екенін де айтып шықсаңыз, осы несие тарихына да байланысты, мүмкін несие тарихына байланысы жоқ та, бірақ жалпы оларға пайдалы болатын қандай қызметтер бар екені туралы айтып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы кредиттік бюро бұл тек қана несие тарихын ғана сақтамайды, басқа да қосымша ақпаратты сақтаймыз. Мысалға, мемлекеттік органдардың жаңағы қолжетімді базалардан алынған ақпарат, яғни айыппұлдар, қосымша немесе салық бойынша қарыздар туралы ақпараттар да несие тарихында көрсетілген. Және де егер де сізде қандай да бір жаңағы су немесе жарық, сондай квитанцияңызды сондай төлем бойынша төленбеген болса, ол жайлы да ақпарат несие тарихында көрсетіледі. Себебі біз оны жинақтаймыз. Сонымен қатар несие тарихында банкроттық туралы да ақпарат бар. Егер тұлға жаңағы банкроттыққа берген болса және банкроттық статусын алған болса, немесе кері қайтарған, кез келген жаңағы мәртебе несие тарихында көрсетіледі. Және бізде жеке тұлғаларға көптеген қызметтеріміз бар арналған, оны біздің сайтта қарап тексеріп таныс болсаңыздар болады. Кредиттік рейтингке байланысты бір қызметіміз бар, ол біздің Revit деген. Revit бұл жалпы несиелік рейтингті қалай көтеруге болатыны жайлы арналған қызмет. Яғни біздің сайтқа кірген болсаңыз, мына жерде сайттың үстінен, біздің порталда кірген болсаңыз, сонда бізде Revit деген қызмет бар. Бұл Revit қызметі жалпы белгілі несие тарихыңызға қарап, белгілі бір ұсыныстар, жаңағында әрекеттер сізге көрсетеді, яғни несиелік рейтингті қалай көтеруге болады, соның жолдары көрсетіледі. Жақсы. Жалпы қазір интернеттің ішінде Инстаграм, TikTok, кез келген жаңағы әлеуметтік желілерде кейбір адамдар, мысалы адамдардың кредиттік тарихын өзгертіп беремін деп сондай қызметтер көрсетуі мүмкін, кейде адамдар алданып жатады. Мысалы, сондай адамдарға жолықып қалмас үшін және де сол адамдармен жаңағындай әрекет етесіп қалған жағдайда олардың нақты мысалы ПКБ адам ма әлде емес па, соны қалай тексерсе болады? Яғни бұл жерде тек қана былай несие тарихын шынайы мамандар ғана сізге ақпаратты бере алады ғой, ал әлеуметтік желілерде немесе интернетте кейбіреулер оны өзгертіп береміз деп адамдарды алдап кетуі мүмкін. Сол жайында қысқаша ақпарат берсеңіз. Жалпы бізде біздің сайттың мысалға жаңағы көшіріп басқа сайт жасау, ондай да
жаңағы нелерді біз тапқан болатынбыз. Біз олармен әрине жұмыс жасаймыз. Біздің заңгерлеріміз оларды жаңағындай сот арқылы бұл сайтты жою үшін сондай іс-шаралар қолданған болатын. Әрине интернет осы интернет заманында ондай көптеген алаяқтар көп. Солардың не жаңағы беріп жатқан қызметтеріне алданып қалмауларыңызды сұраймыз. Себебі несие тарихында жалпы сізге егер белгілі бір ақы үшін несие тарихыңызды тазалап беремін десе, ондайларға сенбеулеріңізді сұраймыз. Себебі несие тарихы ешқашан жойылмайды. Оны тазартып немесе жоюға болмайды. Сіз қалай төледіңіз, ол дәл солай несие тарихында сақталып қалады. Барлық ақпарат көрсетіледі. Және де интернет желісінде міндетті түрде ресми біздің мына портал көрсетілген, 1cb.kz деген, тек осындай ресми порталдарға кіріп, немесе жаңағы YouGov порталына кіріп, тек қана ресми ақпарат алуларыңызды сұраймыз. Жаңағыдай көптеген алаяқтардың несіне түсіп қалмас үшін. Жақсы, енді бірнеше сұрақтар қалды десем болады. Жалпы осы сіздердің жұмыстарыңыз клиентпен тікелей байланысты болмаса да, мүмкін сіздердің статистикаларыңыздан немесе басқа да сіздердегі бар ақпарат бойынша жаңағындай белгілі бір қадамдарды ұстану арқылы несие тарихын жақсартып, одан кейін жаңағы кредитке қол жеткізген клиенттердің кейстары бойынша айтсаңыз, мысалы, білмеймін, Сұлтан деген жігіт болды деген сияқты, бірақ оның жаңағы алған қадамдарын, мысалы, біріншіден ода осындай мөлшерде кредит бар екен, соны бірнешеуін жапты деген сияқты, жалпы сондай кейстер болса, сол қадамдары бойынша толығырақ кішке түсіндірсеңіз, тағы адамдардың ойларында бір қалып қоятындай сол ақпарат. Одан кейін олар өздерінің несиелерін қарау арқылы мүмкін сол қадамдарды да өздері қайталап осы қара тізім шұңқырынан мүмкін шыға алатын шығар. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Әрине, негізі айта кетсек, қара тізім деп бәрібірде адамдар осы ұғымды қолданғысы келеді. Қаншалықты жоқ десек те, бірақ жалпы сізде егер кешіктіру болған болса несие бойынша, ол сіздің тарихыңызда қалады. Сізге келешекте ешқандай несие берілмейді деген сөз емес. Кейде болады, бізге мысалға күнделікті бірнеше тұлғалар жолығады. Осында бізде бір кісі жолыққан болатын. Мен несие ала алмай жатырмын дейді. Несие неліктен ала алмай жатырсыз? Келіңіз, несие тарихыңызды алып тексеріп көрейік, жаңағы содан кейін консультация берейік деп, сол кісі біздің офисқа келіп алды несие тарихын. Сол несие тарихын алып қарасақ, ол кісіде қазіргі таңда төленбеген несие бар екен. Яғни қазір просрочкасы бар кісі, бірақ басқа несиеге жаңағындай өтініш білдірген екен. Сосын біз ол кісіге айттық, қазіргі таңда просрочкаңыз болса, сізге бірде-бір банк несие берілмейді. Ол міндетті түрде несие беруден бас тартады. Сонда ол кісі ойлаған екен, мен басқа несие алып, мына қарызымды жапсам, содан кейін мен жаңағы келесі несие берушіге ғана қарыз боламын деп, ол кісі солай ойлаған екен. Ол кішкене қате ұғым. Содан кейін міндетті түрде ағымдағы просрочка, қазіргі төлеп тұрған несиені міндетті түрде жабу керек. Жабылғаннан кейін жаңағы ақпараттың жаңартылғанын күту керек, яғни 10 жұмыс күн. Егер жаңағы банк немесе микроқаржы ұйым болса, егер коллектор болса, 30 күн күту керек. Содан кейін барып келесі несие беруші ұйымға жолықсаңыз болады деп кеңес берген болатынбыз ол кісіге. Айтқанымыздай, ол қазіргі қарызын жауып, содан белгілі бір уақыт күтті, жаңағындай 1 айдай уақыт күтіп, келесі несиеге беріп көрді.
бірден үлкен сумма сондайға әрине шықпады ол кісіде. Бірақ азырақ мөлшердегі суммаға оған берілді, жаңағы одобрение келді деп айтамыз ба, Мгм. беріліп, содан кейін ол кісі жаңағы алгоритмді түсінді. Яғни Мгм. Казахстанда қарызы болса, ол 100% жаңағы берілмейді несие. Егер де жапсаңыз, уже шанс көбірек болады. Мгм. Мгм. Жаңа сосын сіз айтып жатқан кезіңізде кейбір банктарда ол 2 соңғы жылды қарауы мүмкін, кейбіреуінде 3 жылды, кейбіреуінде 5 жылды деп айтып жаттыңыз. Сол бойынша жалпы ол ақпарат ашық бір жерде жариялана ма, әлде әр банк өзінің сондай ішкі документтерінде сақтай ма? Яғни жаңағындай қай уақыт аралығын қарайтынын қайдан білсе болады? Ол енді бұл сұраққа жауапты тікелей сол несие беруші ұйымнан анықтау керек. Себебі әр банктың өзінің саясаты болады. Біз оны кредиттік бюро ретінде біз біле алмаймыз, олар қандай саясатты қолданатынын. Бірақ кеңес ретінде жаңағы пайызы неғұрлым аз болған сайын, соғұрлым сіздің несие тарихыңызға көбірек маңыз береді. Яғни банктың, ұйымның пайызы аздау болған сайын историяңызды, несие тарихыңызды бастан аяқ көріп шығуы мүмкін. Ал егер пайызы жоғары болған сайын, олар жаңағы кешіктірулерге қатты қатаң бір мән бермеуі де мүмкін. Ол енді бір болжам ретінде, бірақ соңғы сөз әрине несие беруші ұйым шығарады. Мгм. Жақсы. Жаңа сонымен қоса сіз айтып шыққан болатынсыздар, жалпы несие тарихы тек қана жеке тұлғаларға емес, сонымен қоса тендерге қатысқанда қолданылады деп. Мысалға, біздің арамызда мүмкін тендерге қатысу ойы бар кәсіпкерлер болып жатса, оларға беретін қандай кеңесіңіз бар? Яғни олар ешқашан тендерге қатысып көрмеген, бірақ мүмкін жақын болашақта қатысып көргілері келеді. Сол жағдайда өздерінің несие тарихын қалай дайындаулары дұрыс болады деп ойлайсыз? Иә, әрине, белгілі бір іс-шараға қатысар алдын, қаржылық нақты іс-шараға қатысар алдын міндетті түрде ең бірінші несие тарихыңызды алып тексеруіңіз қажет. Қандай да бір теріс ақпарат жоқ па, барлық жаққан несиелеріңіз жабылды болып тұр ма, немесе бір қосымша кешіктірілу күндері дұрыс па саны, немесе дұрыс емес па, соның барлығын алдын ала алып тексеруіңіз қажет. Егер қандай да бір қате болса, жаңағы ақпаратты дауласаңыз болады. Егер қате жоқ болмаса, ары қарай келесі кезеңге, жаңағы іс-шараға қатысуға өтінішті білдіре берсеңіз болады. Бірақ міндетті түрде жаңағы несие тарихыңызды алып тексеруіңіз қажет. Сосын кейде бізде тұлғалар, әсіресе жеке тұлғалар ойлайды, мына бүгін несиені жапсам, ертең мен жаңағы ипотека алуға, үй алуға өтініш білдіре беремін деп. Осы орайда да жапқаннан кейін міндетті түрде ақпараттың жаңартылғанын күту керек. Сіздің несиеңізді жапқан туралы ақпарат ол банкте сол күні жаңартылады, бірақ банктер бізге ол ақпаратты 10 жұмыс күннің ішінде жібереді. Яғни сіз мысалы үй алатын болсаңыз, әрине 10 жұмыс күн бұрын несие тарихының, жаңағы несиенің жабылуын қамын ертерек ойлау қажет. Мгм. Яғни қорытындылай келген кезде жалпы жаңағы бүкіл бүгінгі ойларымызды қорытындыласақ, біріншіден мен айтып отырайын, иә дұрыс немесе дұрыс емес деп өзіңіздің комментарийлеріңізді беріп отырсаңыздар. Біріншіден, банктер қара тізім деген тізімді жүргізбейді. Дұрыс. Бұл несие тарихы адамдардың қаншалықты қаржылық жағынан сенімді екенін түсінуге көмектеседі. Иә. Егер сіздер үй алатын болсаңыздар, тендерге қатысатын болсаңыздар, немесе жалпы несие алу жоспарыңызда болса, ең бірінші өзіңіздің несие тарихыңызды тексеруіңіз керек. Міндетті түрде, иә. Несие тарихын тексеру үшін қай сайтқа кіру керек?
несие тарихын тексеру үшін мына бізде экранда көрсетілгендей бірсебель.kz порталынан, иә, заңды тұлғаларға сол порталда арқылы көруге болады. Жеке тұлғаларда біздің мобильді қосымша арқылы қарауына болады. Ол тіркелу керек міндетті түрде. Одан кейін жаңағы биометрия арқылы несие тарихына электронды қол қойып алса болады. Мгм. Бұл қызмет ақылы ма әлде тегін бе? Жылына бір рет тегін. Мгм. Қайта сұрайтын болсаңыз, жеке тұлғаларға 400 теңге, заңды тұлғаларға 800 теңге. Мгм. Жақсы. Ам, Кредиттік тарихты жақсарту үшін ең алдымен несие тарихын тексереміз. Одан кейін, егер бізде жабылмаған несие болса, оны жабуымыз керек. Және де жалпы жаңа просрочкалары бар ма жоқ па, соны тексеріп шығуымыз керек. Және де үшінші, осы ақпараттардың қаншалықты дұрыс екенін тексеріп шығуымыз керек, иә? Иә. Мгм. Егер ақпаратта қате табылған жағдайда біз қайда хабарласамыз? Онда сіз кредиттік бюро арқылы ақпаратты даулау қызметін қолдансаңыз болады. Ақпаратты даулау біздің сайт арқылы, біздің мобильді қосымша арқылы, fingramota.kz сайт арқылы да жіберуге болады. Мгм. Жақсы. Ам, Жалпы осы бірінші кредиттік бюроның қызметі тек Алматы қаласында оффлайн жүргізіледі ма, әлде басқа да қалаларда филиалдар бар ма? Біздің кеңсе тек Алматы қаласында орналасқан, алайда біз бүкіл Қазақстан бойынша консультация береміз. Ол үшін біздің мына WhatsApp, Telegram каналдарымыз бар, колл-центр колл-центр линиясы бар, иә. Сол арқылы бізге хабарлассаңыздар болады. Қандай да бір сұрақтар бойынша біз міндетті түрде жауап береміз. Мгм. Жалпы кеңсе Алматы қаласында ғана, бірақ бүкіл Қазақстан бойынша онлайн түрде жаңағы береміз консультацияны. Жақсы. Жалпы менің ойымша, Әйгерім ханым, сіз барлығын жақсылап түсіндіріп берген сияқтысыз. Жаңағы ең басындағы адамдардың көп естіп үйреніп қалған мифтары десек болады, иә, үйреніп қалған бір аңыздары бар қара тізім туралы. Соны жаңағы әр бөлігін жеке-жеке қарастырып түсіндіріп берген сияқтысыз. Және де жаңағы менің сұрақтарым да осы толыққанды осы түсінікті түсінуге және де сіздерге арнайы пайдалы болатын қадамдарды көрсетуге көмектесті деген ойдамын. Ең бірінші, Әйгерім ханым, сізге үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр АКФ-тің атынан. Бүгін біздің кездесуге 30-дан астам адам қатысқан болатын. Және де бұл кездесу барысында менің ойымша олар өздеріне пайдалы ақпарат ала алды. Және де енді кредиттік тарихтары жақсы клиенттердің саны да кішкене болса да көбейіп қалар деген ойдамын. Иә. Бірінші кредиттік бюроға жалпы бізбен осындай бір коллаборацияға шығып, адамдардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік тудырған үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де сіздердің жұмыстарыңызға жаңағы жақсы нәтижелер тілейміз. Үлкен рахмет сізге. Сізге де көп рахмет. Мгм. Жақсы. Осы жерде біздің ойымызша біз аяқтасақ деген ойдамыз. Яғни сұрақтардың бәріне жауап ала алдық. Әйгерім ханымның айтқан сізбен бөліскен мысалдары да қызықты болды деген ойдамыз. Және де егер тағы қосымша сұрақтарыңыз болса, сіздер бірінші жаңағы кредиттік бюроның WhatsApp және Телеграмдарынан өздеріңіздің өңірлеріңіз бойынша қажетті консультацияны да ала аласыздар. Бәріңізге қосылғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Осы жерде біз бүгінгі кездесуімізді аяқтаймыз.